Сәлем достар, бүгін құрамы оңай заттан тұратын кекс дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, жұмыртқа, сары май, қопсытқыш, кукурузный крахмал, сүт және қант қажет болады. Ең алдымен біз кукурузный крахмал мен қопсытқышты ұнымызға салып, екеуін араластырып, ұнмен қоса тындырып қоямыз. Одан кейін ең алдымен бізге сары май қажет болады. Сары май қантымызды салып, одан кейін шым-шым тұзымызды салып миксерлейтін боламыз. Яғни ағарғанша әбден миксерлейміз әдемілеп. Одан кейін сүтімізді құямыз. Одан кейін тағы да араластырып миксерлейміз. Одан кейін азықтан ұнымызды салып, яғни қою масса болғанша екеуін араластырамыз. Мінекей осындай қою болып шығады. Одан кейін пакетке салып, мен ыңғайлы болу үшін үстінен осындай одноразовый пакет алып салдым. Ыңғайлы болу үшін мен жарты-жартыдан салдым. Одан кейін